Alhamdulillah, вассалату вассаламу аля расулихил карим. Қадірлі ағайын, құрметті жамағат, Алла Тағала қасиетті Құранның кәрімнің аяттарында «Ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха» егер Алланың нығметтерін есептейтін болсаңыздар, әлбетте санына жете алмайсыздар дейді. Міне қазіргі заманның жетістігі болған, адамдарды бір-бірімен байланыстыратын заманауи құралға айналған қалтамыздағы ұялы телефонға қатысты кейбір әдептерге иншалла бүгін тоқталатын боламыз. Ұялы телефон, біле білсек, Аллаху субханаху ва тағаланың өз пендесіне нәсіп еткен ұлы нығметтерінің бірі болып табылады. Ұялы телефон арқылы біріншіден адамның баға жетпес қазынасы болған уақытын және де мал дүниесін үнемдейді. Сондай-ақ ара қашықтықты жақындатады. Ұялы телефон арқылы біздер бір елден келесі елдегі өзіміздің туысқандарымызбен, жора жолдастарымызбен, достарымызбен байланыса аламыз. Яғни көптеген нәрсені ұялы телефон арқылы біздер үнемдейміз. Кейбір жағдайларда сол ұялы телефон арқылы қайғылы жағдай болған кезде даралмасақ қоңырау шалып көңіл айтамыз. Қуанышты жағдайларда құттықтап қуанышымен бөлісеміз. Тіпті қазіргі заманда сауда саттықтың өзі адамдардың арасында қарым-қатынаста ұялы телефон арқылы жүзеге асатындай жағдайда. Енді ол үлкен нығмет болғандықтан Алла Тағала біздерге осыны заманауи бір сый ретінде тарту қылғаннан кейін осы нығметке шүкіршілік ету бұл бізбен сіздің міндетіміз. Ал енді осы нығметке орай ислам тарапынан арнайы әдептер бар. Ислами әдептерді қажет етеді. Бірінші әдебі ұялы телефонды қолданбастан бұрын ықыласымызды, ниетімізді Алла ризалығы үшін деп бағыттау. Сондай жағдайда біздің ұялы телефонымызды қолданудың өзі құлшылыққа айналады екен. Мәселен, ата-анамызға қоңырау шаламыз. Сол кезде ниетімізді ата-анаға жақсылық жасауға қарай ықыласымызды түзейтін болсақ, біздің сол қоңырау шалуымыз құлшылыққа айналады. Ата-анаға биррул валидайн дейді, ата-анаға жақсылық жасау құлшылығын жүзеге асырамыз. Туысқандарымызға қоңырау шалсақ, силатур рахим дейді, туысқандармен байланыс жасау құлшылығын жүзеге асырамыз. Бұл да ислам дінінде өте маңызды құлшылық. Бауырларымызға, достарымызға хабарлассақ, арадағы бауырмашылықты, арадағы сүйіспеншілікті күшейтеді. Осындай ниетпен қоңырау шалсақ, иншалла біздің телефонды пайдалануымыздың өзі жаратқанға жақындататын ғибадатқа айналады. Екінші әдебі ән ябда иттисалихи биссалам дейді. Қоңырау шалғаннан кейін сәлем сөздің атасы дейді қазақта. Ең әуелі «Әссәләму алейкум» деп сәлеммен бастауымыз керек. Бұны ғалымдар екі адам бір-бірімен байланыс орнатқан кезде, немесе бір кісіні жолықтырған сәтте, қонаққа бір үйге барған кезде ең алдымен адам сәлеммен бастауы бұл пайғамбарымыздың сүннеті. Ал осы телефон арқылы да адамдармен байланыс орнатқан кезде «Әссәләму алейкум» деп сәлем беру керек. Үшінші әдебі «Адамул иттисали аксару мин салас маррат». 3 мәртеден артық мазалап, қайта-қайта қоңырау шала бермеу қажет. Бұл да исламның әдебі. Адам бір үйге барған кезде есігін 3 мәртеден артық қақпау бұл пайғамбарымыздың сүннеті. Дәл сол секілді ұялы телефонмен келесі адамға хабарласқан кезде 3 мәртеден артық хабарласпау, қоңырау шалып мазаламау, бұл да телефонның әдебі болып есептеледі. Себебі қоңырау шалып жатқан кезде ол адам жауап бергісі келмейтін бір ыңғайсыз жағдайда болуы мүмкін. Немесе ұйықтап жатуы мүмкін. Немесе сол үйде бір адам науқастанып, сол науқасты мазалап қоюымыз мүмкін. Немесе кішкентай бала ұйықтап жатып, сол баланы оятып жіберуіміз мүмкін. Ал мұсылманның мұсылманға зиян келтірмеуі бұл уәжіп. Тек бір жағдайларда ғана 3 мәртеден артық қоңырау шалуға рұқсат дейді ғалымдар. Ол қандай жағдайда? Егер сіз сондай қиын, сол сәтте
туысқаныңыздың немесе досыңыздың көмегіне мұқтаж болған жағдайда 3 мәртеден артық қоңырау шалуға болады деген. Немесе қоңырау шалып жатқан кезде сол шалып жатқан адамның телефонының дыбысын бәсеңдетіп қойғандығын білсеңіз, немесе бірнеше рет қоңырау шалғанда бар оның көтеретін әдеті бар екендігін білсеңіз, онда 3 мәртеден артық қоңырау шалуға рұқсат деген. Міне қадірлі ағайын, олай болса бүгін осы 3 әдеппен уағызымызды аяқтаймыз. Келесі кездесулерде осы телефонға қатысты басқа да әдептерге иншалла тоқталатын боламыз. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи роббил аламин.